Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Айгерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай етті пирогтың рецептімен бөліскім келіп отыр. Бұл пирогтың құрамында асқабақ та бар, картошка да бар, өте дәмді. Мен жиі жасап тұратын пирогымның түрі. Сондықтан видеоның соңына шейін қарап, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеле кетіңіздер. Бізге ол үшін керекті зат, қараңыздар, су керек, сұйық май, тұз және де қопсытқыш, разрыхитель яғни және де ұн керек. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Су міндетті түрде жылы болу керек. Сол кезде тесталарыңыз өте дәмді, керемет жұмсақ болып шығатын болады. Осылай жақсылап жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қатты жұмсақ болып кетпесін, орташа көлемде қамырды илеп, қатты жұмсақ болып кетсе, ұнды қоса отырып илесеңіздер болады. Өте керемет болып шығады. Дәл осындай видеодағыдай осындай теста шығу керек. Пакетке салып алып қоямыз. Бір 10-15 минутқа тындырып қойып қоямыз. Одан кейін салмасын дайындаймыз. Мінекей фарш және де пиязды кубикта осылай сақтап турап аламыз. Одан кейін асқабақ және де 2 дана картошка керек. Барлығын жұқалап кубиктап турасаңыздар, пештің ішінде өте керемет болып, жұмсақ болып пісетін болады. Қатты қалың қылып турап кетсеңіздер, піспей қалуы мүмкін. Осылай кубиктап, асқабақты да турап аламыз. Негізі асқабақ осы пирогты өте дәмін келтіріп, сондай бір ерекше пирог қылады. Сондықтан асқабақты міндетті түрде қосып жасаңыздар. Дәл менің рецептімен жасасаңыздар өте дәмді шығады. Тұзымызды, қара бұрышымызды дәміне қарай және де аздап сұйық май қосып жіберіңіздер. Сол кезде өте керемет болып шығады, сулы болып. Қамырымыз осындай жұмсақ болады. 2-ге бөліп аламыз. Жақсылап осылай қолдың көмегімен иін қандырып қойып, ұнның көмегімен аз ғана ұн сеуіп жаятын боламыз. 4 жағын баса отырып, осындай дөңгелек қылып жайдым. Менде осындай үлкен көлемді пирог шықты. Бізде бала-шаға көп болғандықтан мен осындай бір тапа үлкен пирог жасайын деп шештім. Сіздер орташа көлемде жасасаңыздар да болады. Өте әдемі көрінеді. Ал екінші қамырымызды дайындап алдым. Қараңыздар жайып. Енді ортасына салмасын саламыз. Салмасын бұдан да көбірек қылып саламын десеңіздер, көбейтіп жасасаңыздар да болады. Жақсылап жайып шет-шетіне жеткіземіз. Дәл видеодағыдай. Енді қамырды алып, осы салманың үстінен тағы да жабыстырып, шет жағының барлығын бір-біріне жабыстырып шығамыз. Қараңыздар, біріктіріп, бірінші 2 жағын біріктіріп алған соң, өрген секілді бір әдемі форма келтіреміз, өріп шығамыз шет-шетін. Сол кезде әдемі көрінеді. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Менің каналыма осындай қолжетімді рецепттермен лайфхактар таба аласыздар. Сондықтан каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Ол мен үшін өте маңызды. Ортасын осылай тесіп, ашып қоямыз. Себебі ортасындағы салмасының барлығы жақсы біркелкі пісу үшін. Бір жұмыртқаның сарысын шағып, осылай бетіне жағып, күнжіт сеуіп жіберсеңіздер де болады. Ол енді өз қалауларыңыз. Мен кішкене ғана осы қара күнжіттен сеуіп жібердім, әдемі көрініп тұрсын деп. Және де 180 градуста пісіріп алдым. Қараңыздар, пирогымыз дайын, өте дәмді, сулы, сондай керемет болып шықты. Менің балаларымның ең сүйіп жейтін пирогының бірі. Мясной пирог деп жатады ғой, етті пирогымыз дайын. Қараңыздар, салмасы барлығы керемет болып, дәмді болып шыққан. Асқабақпен негізі ерекше болып шығады ғой. Кез келген тағам, әрі витамины көп пирогтың түрі. Сіздерге де кеңес берем, бір жасағаннан сәтті шығатын пирогтың түрі. Видеоның соңына шейін көргендеріңіз үшін көп рахмет. Менің каналыма тіркелуді міндетті түрде ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға рахмет. Келесі видеода жолыққанша сау саламаттай болыңыздар.